Әрине Серікжан мырзаның өткендегі мақаламда айтып өткендей, мен айыбын білгім келеді, күнәсін білгім келеді. Менің білуімше, ол кісі бір кафеде, бір жиналыста елді Қытайға қарсы ақпараттық жихадқа шақырған үшін ұсталып отыр. Мен осыны біліп отырмын. Кейбір кісілер айтады, жоқ, сен білмейсің, оның басқа да нелері бар, қылмыстары бар, ол Қытайдан арнайы жіберілген адам дейтіндер бар. Оның мақсаты Қытайдың қазақ халқын әбден қырып бітіру дейтіндер бар. Ол бір шет мемлекеттердің тыншысы дейтіндер бар. Бірақ осындай болған жағдайда Қазақстан мемлекетінің прокуратурасы оны ұстап, оны ашып бізге айту керек еді. Я, бұл кісі тыңшы, бұл кісі қылмыскер. Міне, осындай айғақтар бар, мынандай дәлелдер бар. Біз Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің мынандай баптары бойынша біз ол кісіні ұстап отырмыз деу керек еді. Бірақ өте қызық, біздің бірақ білетініміз, жалғыз білетініміз ақпараттық жихадқа шақыру. Бұл жақсы емес па? Енді ол қарулық жихадқа шақыру керек пе еді? Қараңыздар, мен Түркияның азаматы ретінде терроризмнің не екенін бәріңізден де жақсы білемін. Біз 50 мыңға жуық отандасымызды сол терроризмге құрбан бердік. Әлде беріп жатыр. Әлемде терроризмнен асқан қиянат, хайуандық жоқ. Егер, мысал үшін, Серікжан мырза, немесе сіз, немесе басқа біреу терроризм жолынан жүрсе, мен оны қолдауым мүмкін емес. Ол терроризмнің себебін ұлтшылдық, патриотизм, діндарлық, тіпті ислам деп көрсетсе де, не деп көрсетсе де, терроризмді қолдаған адамның өзі нағыз адам емес. Егер мен бәрібір түркілердің проблемаларының әлем бойынша терроризммен шешілетініне сенбеймін. Құдайға шүкір, мен бір мақтан тұтатыным, әрбір ұлттың террорлық ұйымдары бар, тек қана түркілердің террорлық ұйымдары жоқ деп мен мақтанып жүрмін. Әлем бойынша, әлем бойынша. Қараңыздар, арабтарды алыңыздар, ирландиялықтарды алыңыздар, Испаниядағы бастықтарды алыңыздар. Қай жерде болмасын, әрбір ұлттың террорлық ұйымдары бар. Чечендерді алыңыздар. Бізде жоқ, Құдайға шүкір. Болмайды. Біз бейкүнә адамдарды өз мақсатымызға жету үшін өлтірмейміз. Қаруды тек қана мемлекетімізді қорғау үшін ғана қолданамыз.